Менің аты жөнім Маргония Қалдыбаева. Мен сіздерге бір қуанышыммен бөлісейін деп тұрмын. Менің 3 жыл болды онкологиямен ауырғаныма. Емделіп жатырмын, қанша химия алып жатырмын, күні бүгінге шейін химия алып жатырмын. 2 рет операция болды. Бірақ та менің ішімде бірталай метастаздар бар болатын. Бірақ енді ол онкологияны ешқандай емделмедім, ол маған көмектеспеді деп айта алмаймын. Ол жақтыңдай көмегі болды. Енді мына бауырымдағы метастаз кетпей қойған. Кетпей қойды, басқа жерімдікі бәрі кетті. Енді сол осы Mary Health'тың дәрісін пайдаландым, естідім. Бірінші сенбей жүрдім. Одан кейін ойбай қымбат екен, аламайым. Пенсиямның бәрі соған кете ме деп жүрдім. Бірақ та енді ана отзывтарды оқығанда қой мен жанымнан немді аяйын деп дәріні алып іштім. Бірінші витамарин А-ны іштім, содан кейін Застерин каротен іштім, содан кейін қайтадан витамарин А-ны іштім. Қазір енді саумал алып ішіп жатырмын. Бірақ сол бірінші жолы витамарин А-ны ішкенде мен бір ай 10 күннен кейін менің ана онкология жақтан очередке тұрған кітаның номері несі келіп қалды да күні. Содан кейін түстім міне, осы ұстап тұрғаныма. Түссем, сол жерде жазылып тұр, бауырыңызда ешқандай метастаз жоқ, тап-таза бауыр деп. Соған өзім жыладым бір жағынан. Құдайға шүкір, мінекей Мария Health компаниясына мен айтар алғысым мол. Енді бұдан кейін де алып іше берем. Балаларым көмектесіп жатыр, балаларым алып беріп жатыр. Көп рахметімді айтам. Сіздер де сенбей қойып, бұл неге сенбегендеріңізге мен куәмін деп ойлаймын. Менің айтқан сөзім сіздерге не болады деп ойлаймын. Өзім жасым 72-демін, 71-ден астым. Құдайға шүкір, қазір енді көзімнің зрениясы кішкене жақсарып келе жатыр. Содан кейін, жақсылық жағы көп екен бұның. Алыңыздар, ішіңіздер, денсаулықтарыңыз жақсы болсын, аман болыңыздар, сау болыңыздар.